Сарбалар арнасына қош келдіңіз. Бүгінгі шығарылымда маймылдар ғаламшар атты фильмнің шолуын тамашалайтын боласыз. Осы видеомыз 1000 жарым лайк жинаса, келесі киноны тезірек шығаратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, өз бағаңыз беруді ұмытпаңыз. Ал ендеше, видеоға өтсек. Фильмнің бастапқы кадрларынан шимпанзенің кішкентай ғана ғарыш кемесін басқаруын көреміз. Бірақ бір сәтсіздіктен кейін маймылымыз айқайлап паника болады. Ал оның әйнегінің алдында бір жігіт келеді. Сөйтсе бұл Уберон ғылыми ғарыш зерттеу орталығы екен. Ал маймылдың мінгені жай ғана ойын секілді ғарыш кемесі. Бұл жердегі білімпаздар маймылдардың ақылын көбейтуге эксперимент жасауда. Бұл жердегі көптеген маймылдарға өздерін көргендей, жаңағы жігіт Лео баскөз болады. Ол өзінің сүйікті маймылы Пилиграмды басқа маймылдар сияқты темір торға салуға келеді. Осы сәтте бұлар орналасқан станцияда электр желісінен ақау шығады. Анықтай келе ақаудың себепшісі өздерінің отырған станциялары электромагниттік дауылға жақындағаннан екен. Кеме капитаны осы құйынды дауылдың нүктесіне маймылдарды жіберу тапсырады. Ал Лео ол жерге өзінің барғысы келетіндігін айтады. Капитан болса адамдардың басын қауіпке тіге алмаймын деп рұқсат бермейді. Кейін Лео маймылдарды кемеге отырғызып, өзі жақсылап орналасып, ашық ғарышқа жібереді. Бастапқыда барлығы да жоспардағыдай сәтті жүріп жатты. Бірақ алысқа ұзаған шаттлдың кемесі олардың радарларынан жоғалып, ол байланысы кетеді. Ол ендігіде мұнда отырып құтқара алмайтындығын түсінген Лео өзі де шаттлға мініп байлансыз кеткен шимпанзенің артынан аттанады. Капитан болса қайта станцияға оралуын бұйырады, ал Лео оны естімегендей болып жатыр. Жолай Лео басқарусыз айналып жүрген бірінші маймыл мінген шаттлды көреді. Кейін олардың алдарынан электромагниттік жарық шығып, біраз жарқылдайды. Кейіннен бірінші шаттл жоғалып кетеді. Сосын Леоның мінген шаттлына да электромагниттік толқын соққан кезде кемедегі әлде бір қандай түсініксіз жайттарды байқайды. Уақыттың өзгеруі секілді бәлкім. Кейіннен үлкен бір жылдамдықпен белгісіз бір елді мекеннен тап болып шалшыққа құлайды. Шалшық кішкене болғанымен ол өте терең болып, шаттл істен шығып, іштей жана бастайды. Лео шығып үлгеріп аман қалады. Енді ол жапан далада жалғыз өзі сынған әрі шаттлмен бірге қалды. Орман ішінде Лео екі адамды кезіктіреді. Бірі шал мен жас қыз. Бірақ оларды көрген сәттегі маймылдың айғайынан соң екі адам және де басқа да адамдар қаша жөнеледі. Ал Леоның алдында үлкен бір качок маймыл келеді. Ойбай-ау, мынау маймылдарың сұмдық қой деп айтатындай екен. Жаяу жүрген адамдарға ендігіде атқа мінген маймылдар да атыла бастайды. Олар орман ішінде шал мен қызды ұстап алады. Орман ішіндегі адамдар ашық жазықтыққа қашады. Ал онда оларды көптеген маймылдар күтіп алып, адамдарды қолға түсіріп, торға қамай бастайды. Бұлар маймылдардың генералы шимпанзе Тейт, ал оның көмекшісі горилла Атар. Осы екеуі бір-бірімен ағылшынша тілдесіп сөйлеседі. Адамдарды қолға түсірген соң оларды үлкен бір қалаға келеді. Қала ішінде феодалдық билік жайлаған болатын. Қала көшелерімен торды жүргізу кезінде маймыл балалар адамдарға тас атады. Осы істі бала шимпанзе Ари. Оның тоқтатуынан соң бала маймылдар оны адамдардың фанаты деп мазақ қылады. Расында да мына қалада адамдардың дәрежесі иттен де төмен екен. Оларды аямайды, ауыр жұмысқа жегіп құл қылып жұмсайды. Ал әкелінген адамдарды құл ретінде сатушы саудагер Лимбаға береді. Қамауда тұрған адамдарға араша түскен Ари оларды қорғауда. Кейін басқа маймылдардан ұрыс естіген соң адамдардың ешкімге зиян жоқтығын көрсету үшін ол өзі олармен бір торда отыруды шешеді. Ал Лео болса бала Аридің мойнына қаруын тақап басқа маймылдарды бопсалайды. Кейін Ари балақай бұл қыз бен Леоны сатып алып, өзінің бай әрі сенатор болып жұмыс жасайтын әкесінің үйіне келеді. Әкесі оларды жылы қарсы алмай, бұл жабайларды менен алыс ұста дейді. Екі адамды ас үйге жұмыс жасауға жібереді. Онда нағыз қара жұмыспен айналысады. Айта кетсек, бұл әлемде адамдар да сөйлесе алады екен. Бірақ екі адамның сөйлесуі барысында Лео қыздан қалайша маймылдар бұл адамдарды басқарып кеткендігін сұрайды. Ал қыз оның сұрағына таңырқап, олардың бұрыннан бері осылай басқаратындығын айтады. Леоға үстелдерге тамақтарды қою жұмысы табысталады. Ол жұмыс барысында жоғары деңгейдегі маймылдардың әңгімесін естиді. Нақтыласақ, тамақшып отырған генерал Тейт және де Аридің әкесі және Ари. Генерал Тейттің айтуы бойынша бұл адамдар тез көбейіп өркендеп жатыр екен. Кейін маймылдар құдайына сыйынады. Ал Ари болса адамдардың да ішкі жан дүниесі бар екендігін айтады. Осыны естіген генерал Тейт адам Леоны ұстап алып аузын ашып, бұл жерде ешқандай да жан дүниенің жоқ екендігін айтады. Бұл әңгімеге күліп болған соң Ари тоңқылдап тұрып күліп шығып кетеді. Ал әкесі Тейт оның артынан жібереді. Тейт барып Ариге әлі де ғашық болып жүргендігін айтады. Иә, сөйтсек жаңадан бері кішкентай болып көрінген соң Ариді бала әрі ұл деп отырсақ, бұл деген кәмелетке толған қыз және де ханшайым екен. Киноға оралсақ, Ари Тейттің бұл ғашықтығы өзінің хан әкесімен байланысын жақсарту үшін деп, оны кейін қайтарады.
Тейт кетіп қалады. Көшеге шықса, оған 2 орангутан келеді. Олар Тейтке бірдеңені көрсеткісі келеді. Ал Лео болса, бір қыз бен бір жігітті түрмеден босатып қашуға тырысады. Ал жаңағы 2 орангутан Тейтті үлкен бір апат болған орынға апарады. Оны көрген Тейт 2 орангутаннан бұл жайлы басқа бір үйге айттыңдар ма деп сұрағанда олардан жоқ деген жауапты алып, оларды өлтіріп кетіп қалады. Ал Лео болса, басқа адамдарды босатып, оларды маймылдар ұстап алған жерге жеткізуін сұрайды. Шал келседі. Жолай кезікке маймылдар бұл адамдардан қорқып қашады. Сарайда қалған кішкентай қызды құтқарып алады. Қашқан адамдарды аулауға маймылдар кірісті. Ари болса адамдарды тауып алып, өзінің қызметшісімен қосылып, қайта түрмеге қайтудан басқа жолдың жоқтығын айтады. Лео болса Ариді көндіріп, егер мені босатсаң, өміріңе үлкен бір өзгеріс әкелем деп айтады. Қашу барысында Атарға ұсталған шалды Тейт өлтіреді. Ал Атар болса оларға Аридің көмек беріп жүргендігін айтады. Тейттің айтуынша, Ари осы ісінен соң адамдардың барлығын өлтіруге болады. Ал Леоны ол өзі өлтіргісі келеді. Жолай Ари мен қыздың арасында жау болады. Бірақ Ари сонда да олармен бірге болады. Лео өзінің бұл әлемге құлаған жерін көрсетеді. Ол жер су болғандықтан маймылдар суда жүзе алмайтын. Суға түскен Леоның артынан қыз да секіреді. Жүзіп келе жатқан қыздың алдынан Тейт өлтіріп тастап кеткен маймылдардың өлігі шығады. Лео болса шаттлдың ішінен сөмкені алып, жолай қызды да қолынан ұстап сыртқа қарай шығарады. Сөмкенің ішінде пистолет пен станцияға бағыттайтын карта бар еді. Леоның айтуынша адамдар ендігі осы әлемге келді, ал сөмкеден шыққан жол бағдар арқылы оларды тауып алатындығын айтады. Осыны естіген Аримен бірге еріп келген маймылдар адамдарға атылады. Ал Лео қалтасындағы пистолетмен бір оқ атып, маймылдарды бір қорқытып алады. Мұндайды көрмеген маймылдар қорқып кетеді. Адамдар болса қолға түскен құл сатушы маймылдарды Леодан өлтіруді сұрайды. Бірақ жігітті Ари тоқтатады. Кейін Ариді күзетші маймыл болса, сен бұл қаруыңмен бізді өлтіру мүмкін деп пистолетті сындырып тастайды. Тейт Аридің әкесінің ойын азғыру арқылы адамдарға қарсы соғыс ашуды. Сол арқылы адамдардың барлығын өлтіріп, қызын құтқаратындығын айтады. Тейт бұл адамдардың ізін аңди бастайды. Ол үшін олардың сарайдан қалай қашқан біле алмауда. Тейт адамдарға қарсы соғыста өзін бастап барғысы келеді. Бірақ оның әкесі сырқаттанып қалып, ол соған кетсе, әскерді горилла Атар бастайды. Тейттің әкесі кезінде жоғарғы міндетін атқарып, енді пенсияға шығып жатыр. Әкесі келген ұлына тарихты ашып айтып береді. Әкесінің айтуы бойынша, адамдардың бөлек бір планетасы бар. Ал кезінде осыдан біраз уақыт бұрын бұл жерде адамдар бастық болып, маймылдар құл болған екен. Осы сөздеріне дәлел ретінде құмыра ішінде жасырылған пистолетті көрсетеді. Және осыны адамдардың басты артықшылығы деп атайды. Ендігіде әкесінің ұлына айтар жұмысы Леодан бұрын басқа планетаның аралығын табу. Сосын әкесі адамдарды қарғап өліп қалады. Жолай адамдар түрі жаман бір мүсінге келеді. Маймыл Аридің айтуынша, адамдарды қорқытуға арналған бұл мүсіндер бұларды Симс, яғни алғашқы жаратылған маймылдың мекеніне жібермеуге көмек береді. Аңыз бойынша Симс ол жерден сығалап қарап тұрады екен. Жол бағдар жол көрсетіп, оларды маймылдардың әскерлері түнеген орынға әкеледі. Оларды бастаған Атар бар екен. Түн батқан соң Лео бастаған адамдар маймылдардың байлауда тұрған аттары өзеннің келесі бөлігіне жету үшін керек еді. Маймылдардың арасында біреуі дабыл басып, оларды оятады. Бақыттарына орай көптеген адамдар аттарына отырып өзеннен өтіп кеткен болатын. Ари болса мінген атынан шалқайып құлап суға түседі. Лео болса оны арқасына отырғызып өзеннен алып өтеді. Тейт генерал болса әкесімен қоштасып әскери лагерге келіп, біраз маймылдарын жинап соғысқа аттануда. Аридің жанында жүрген көмекші горилла кезінде маймылдардың генерал болған екен. Бірақ та Тейтпен араласып болған соң жанжалдың кесірінен орнынан кеткен екен. Әйтпесе кезінде бұл да мықты бір маймыл болған еді. Келесі күні таңертең Лео тобы межелеген орынға жетеді. Ондағы үлкен болып көрініп тұрған бұл ғарыш кемесі екен. Ғарыш кемесінің сыртынан абайлаңыздар, ашулы жануарлар деп жазылған жазуды байқайды. Лео ғарыш кемесіне жүгіріп көптеген қызықты заттарды көреді. Кейіннен бұрындары видеоға түсірілген бейнелерді көреді. Видеоға адамдардың айтуынша бұл ғарыш кемесі белгісіз бір ғаламшарға электромагниттік дауылдан өту барысында тап болған екен. Ал ғарыш кемесінің ішінде адамдар мен маймылдар болған екен. Электромагниттен өткен соң маймылдарға ми көріп, оларды ақылды болып, адамдармен бірдей болып, Симс атты маймылдың бастауымен көтеріліс жасап билікке жеткен екен. Міне осылай жалғасып келеді. Ал бұл уақытта көптеген адамдар осы ғарыш кемесінің айналасына жиналуды бастайды. Мақсаттары маймылдарға қарсы соғысып жатқан адамдармен жолығып, бірге шайқасу. Ари болса кешкісін маймылдар лагеріне барып Тейтпен келісімге келем дегенмен оның қолына шоқ басып адамдармен бірге өл деп жібереді. Түнде адамдар соңғы шайқасқа дайындалуда. Лео болса ғарыш кемесінде отының бар екендігін біліп, бір жоспар құрады. Таңертең шайқас басталып, Тейт өз әскерін жібереді. Ал адамдардың жоспары бойынша ғарыш кемесі жарылғы жатып, олардың жартысын өлтірсе, жартысын сасқалақтатады. Әлі де болсын тірі тұрған маймылдарға адамдар шабуылдайды. Ал шайқаста төбеден келген шаттл ұшағы тоқтатады. Оны Симс маймыл деп ойлаған
жасаған маймылдар барлығы да тағзым етіп сыйынады. Шаттлдың ішінен шыққан маймылда пистолет бар еді. Ал ол болса ғарыш кеменің ішіне кіріп кетеді. Оған жүгірген Леоны Тейт тоқтатады. Кейін Ари көмектесіп Лео ішке қашып үлгереді. Екеуі ендігіде іште төбелесіп жатыр. Кейін пистолет бөлек бөлмеге түсіп, оның артынан Тейт жетіп оны алады. Алғашында қолданып білмегенмен кейіннен ата бастайды. Лео болса сынбайтын әйнекті жауып үлгеріп, оны сонда қамап тастайды. Кейін осында келген атарға Тейт Леоны өлтір дегенмен, онда бас тартып Леоның жағына қарай өтеді. Шайқас аяқталды. Атар болса ендігіде барлығын бейбіт ұстауға уәде береді. Қайтуға қамданған Лео Аримен қоштасып, өз жеріне келгенде орталықтағы адам кейпіндегі мүсіннің маймылға айналғандығын көреді. Сөйтсе Тейт енді жер планетасына келіп, адамдарды құлғыла бастаған екен. Ал мұнда тұрған Леоның қаруын кезекті маймыл полицейлер алып кетеді. Бұл деген сөз жалғасы бар. Бүгінге осы арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Амандықта жүздескенше аман сау болайық.